Сәлем достар, сіздермен бірге Руслан Қанатбекұлы және Су құйғыш жобасы. Жобаның бүгінгі қонағы бұрынғы жайдарманшы, қазіргі таңда блогер Абзал Жанбосынов. Қалай Абзал, ойынға дайынсың ба? Жақсы, дайынмын. Бүгін таза су құйғыш ойнайтын күн болып тұр екен. Дайын болсаң, онда бастайық. Дайынсың ба? Дайын болсаң, бірінші қақтауын бастайық. Бір, екі, үш. О, король. Біріншісі құтты болсын. Жаймен деп. Қалай екен? Жақсы. Мынандай таза. Шын болып тұр, қымбат достар. Бір. Мойыма қазір түсіп қалады. Екі. Үш. Айттым ғой саған. Басайын. Шешін бәйлі, бетіне қай бересің ба? Жоқ, өзің бұд. Ал. Руслан су құйғыш жобасында. Рахатлай. Құлыспай қойын. Жалғастырайық. Жалғастырамыз. Бір, екі, үш. Иш тасқан жақсы көрін да менше. Бұлай шашылы болып айтпадың ғой осында. Езіңіз айдалаға кет қалды. Жалғастырайық. Бір, екі, үш. 10. Сен ес дедің ба? Жоқ, е дедің. Қалайсың, Руслан? Рахмет. Болды ма не? Тағы да күтіп отырмын ғой. Керемет ойын болып жатыр. Ал сіз жазда қай жақта демаласыздар? Астына пікірге жаза беріңіздер. Бір, екі, үш. О, тең де тең. Қазір келесі жағдайда мысалы сен ұстаң, мен ұстам, екі ыдыстан құямыз ба, әлде бір ыдыстан болады? Жоқ, тең де тең жағдайда. Сенің астында үлкен ыдыста су бар. Шығар. Бетіндегі салып тастайық. Тең де тең жағдайда осы ыдыстан су. Осы ыдыс, иә. Егер қазір кімде кім ұтады, сол осыны біреу беретін болады. Екінші тең бе теңде екінші ойналады. Дайынсың ба? Дайынмын ғой мен. Бір, Екі. Бір-біріне. бір, Екі. үш. Ай-ой! Қымбат достар, графиндегі суды Руслан Қанатбекұлының дайынсың ба? Дайынмын. Су сұрасам сүт берген, айран берген. Су болып қалыпсың ғой, айран Руслан. Мұна жарты izlеп қанша. Бітпей кетті ғой. Ал, ары қарай жалғастырайық. Бір, екі, үш. Екі ғой мен ішіміз. Мен отып тұрмын. Қия салайын да, я? Ашпай ақ. Аш. Ашай, халық көрсін, халық көрсін. Айттым саған, қия салайын дедің. Дайынсың ба? Бассейнге барайық. Одан айттым, су құйғыш. Көп сөйлеме. Ойын осымен қызық. Ал, жалғастырайық ары қарай. Жалғастырамыз. Бір. Екеуміз тек қазақша сөйлеп отырмыз айдым, е? Тек қана қазақша. Аңғармай отырып па? Жоқ, мен аңғарып отырмын. Тек қазақша сөйлеп отырмын ба? Бір, екі, үш. Ал. Болды ма? Сенікі тез екен, е? Тек үстіме құйылып отырсың, ше? Рахат ойын болып отыр мынандай. Орысша сөйлемейсің ба? Мен негізі тек қазақ тілінде сөйлеймін ғой. Көреміз қазір. Өйткені орысша білмеймін. Қазір көреміз. Отладым сақтымын. Көріп қойдың ба? Бір ұшын көріп қойдым. Ашы. Екі. Мен ашайын бірінші. Ашы. Астынан шығарып. Сен күн шығарасың? Екінші рет тең бе тең. Сен де суды шығарасың? Осы жолы ақымды алмасам болмайды мен. Үлкен жақта түс. Қарау жоғына. Майдағы осы. Бір, екі, үш.
Ойба! Достар, екінші рет Сондағысын, брат! Руслан Қанатбекұлы енді бассейнге бармайтын болады. Иә. Рахат па? Күшті. Рахат. Өз сондай осындай ойын ойнайтын кім болып тұр өзі? Руслан, ауыстыратын киім алып келдің ба? Келген жоқпын. Әкелдім. Мен шашық алып келдім. Сен қорыққан екенсің, мен өз-өзіме сенімді болдым да, қазір отамын мен. Енді сен Үстіме ешқандай су мен құйылмайды. жобада арнайы бірінші рет қонақ болып келіп отқаннан кейін мен дайын алып келдім. Ешқандай су құйылмайды деп өзінше болып келгенмін ғой. Қайдам? Судың көбісі маған құйылып отқан сияқты ғой. Ал. Тең де. Теңдетең, иә? Жетті. Бірақ ана екеуі маған құйылды. Бір, екі, үш. Не болып кетті? Ірі картамдарын өзің алып алғансың ғой, иә? Жоқ, әлі шығады майдасы. Ірісі де таусылады дейсің. Болды ма? Болды. Правда, я тезірек бітірейік. Судың көбісі маған құйып отыр, байқап жатсыздар ма? Кетті па? Бір, екі, үш. О, мен құятын болдым. Майгартемен отып кеттім. Достар, қалайсыздар? Ауа райы қазір қанша көрсетіп тұр? Бізде 48 көрсетіп тұр. Алдап суға жіберейін деп жатыр маған. Әңгімеге айнала берсе. Мен жүз алмаймын. Жүз алмасаңыздар, осындай ойын ойнаңыздар, үйде отырып. Жаздың күні керемет ойын. Ой, бұл Қайталанды. дайынсың ба, Руслан? Дайын емеспін, құймайдар. Десем құймай қоясың ба? Мына су жылып баратқан. Су жылып баратқан сияқты ма әлде мен денем үйреніп баратыр ма? Ал бастайық. Жалғастырайық дегенім ғой. Сұрамыз. Бір. Картам дайындап алайын. Картаның қазақшасы жоқ, тең жоқ. Бір, екі, үш. Қаншайым деп қой, қазақшалап. Иә. Руслан жеңіліп жатыр. Жеңіліп жатырмын, иә. Алдында да ағаймен ойнап жеңіліп басыма бір шелек су құйылған тұғын. Бұл жолда сол қайталанайын деп отқан сияқты да. Жалғастырайық ары қарай. Менде де әлі үміт бар. 6-та 4 екен. Сен ұтып келе жатсың. Бір. Біздің картамызда су болып қалыпты. Бұл жол сен ұтыласың, мен көріп келесі жол мен ұтыламын. Екі, үш. Алақай! 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 Мәссаған. Абзал негізі қонақ қой деп Сөйлетпей қиясың ғой. қонақ қой деп ең кішкентай карталарды өзім алып алғанмын негізі. Жоқ деп ақталып қойдық та. Карталар тең бөлінді. Сонда менің карталарым ең астында ма ірілері? Ірілер астында. Соңында сен отырсың. Теріс қарата ойнайықшы. Бір, екі, үш. Тең-де-тең. Тең-де-тең жағдайда біздегі екі үлкен ыдыстағы суларымыз таусылып қалған себебінен келесі ұтқан адам екі ыдыстағы суды құятын болады. Ал, жалғастырайық ары қарай кетейік. Кім құяды екен екі ыдыстағы суды? Сен де сонда біреу қалайын деп тұр ғой, иә? Бір, екі, үш. Тоз. Тозбен 5 шықты. Бұрында ауылда ине ағашымен су таситын едік. Не ағаш деген қандай ол? Асыл қалатын ба? Екі саласың. Ауылда жеңгелеріміз таситын. Өзін дайындалып отырсам. О. Сабын керек емес па, Руслан? Тегін дұрыс. Менде бір ыдыс су қалды. Иә. Достар, ескерту, менде бір ақ ыдыс су қалды. Біз Жеңімпаз осы уақытқа дейін болатын әлі тек қана қазақша сөйлеп келе жатырмыз. Иә. Ешқандай орысша қосылған жоқ, ағылшынша ағылшынша қосылған жоқ, иә. Екеуміз де қазақ тілінің жанашырымыз. Иә, қазақша сөйлейік, қымбат достар, әрқашанда. Қазақша жазайық. Жазған кезде пікірде ө, ң, ғ әріптерін қолданайық. Иә, қазақша жазу үшін бірінші қазақша ойлана білу керек.
латын тіліне өтеміз деп көбісі айтып жүр. Негізі ол латын тілі емес, латын Гарпы. әріптері, иә, әріптері. Оларса өзіміздің жобаға қайтып оралайық. Иә. Мен оралмай тұрған жоқ, әңгіме айтайықшы. Бір елесуді көз алдыма елестеттім де қалай көреді. Менде соңғы ыдыс, сенде 6 ыдыс бар. 6 ыдыс бар. Алтауы да ірі шақты ел. Сен Бар, жоқ бар қазір. 1, 2, 3. Міне? 2 ыдыс кетті менде. Неге 2 ыдыс? Бір ыдыс деген ба? Бәсе. Арамды қалған. Менде су құймаға қанша уақыт болды? Бір 10 минут болып қалды. Иә, денен құрғақ қапты. Кеттік. Көзімден. Басымдан да қояйық. Арал теңізінің жағасында өскен бала едім. Қой, сен аралда өскенсің ба? Иә. Аралдың жағасында, теңіздің жағасында өскен балам. Күшті. Бізде енді ондай арал теңізі. 1, 2, 3. Міне? Тағы да ұттым. Аралым айдын қонса екен, аққулар қайта қон. Әзіл жай ғана. Теңіз 69 жылдан бері тартылғалы. Тек қана теңіз қайта оралса екен деген арман. Арал тұрғындарының арманы. Жалғастырамыз ба? Жалғастырамыз. Мен жалғастырмай кетті ары қарай. 1, 2, 3. 7-7. Тағы да тең бе тең, тағы да... Жоқ, сенде біреу қалыпты ғой, ә? Бұл жол не істейміз ал? Сенікінен аласайық? Қарызға. Болмайды ғой, Болмай ма? мен ұтып кетемін ғой. Тең де тең бола берсін, ары жалғастыра. Мүмкін қазір сен ұтып қаларсың. Жалғастыра бер. Ал кеттік. 1, 2, 3. Міне мен ұттым. Енді сен мен айтқанымдай келді. Бір шелек суды мен деймін ау осы ше. Сондай өзімде бір сондай сезіп тұрған сияқтымын. Жаңа не дедің, инелік су дедің ба? Инелік ағаш дедің ба? Ине ағаш. Ине ағаш ба? Менде де ине ағаш бар. Болды ма? Алып кеттік кішкентай. Ал, 2-де 1 қалды. Менде 2 ыдыс. Қымбат достар, бір ескере кететін жайт. Осы Руслан Қанатбекұлының соғыс жобасындағы алдыңғы бағдарламаларда судың да сұрау бар, неге суда сұрап етесіздер деген пікірлер болған еді. Оған ол пікірлерге қазір Руслан жауап береді. Алдыңғы пікірлерде бізде әр 10 адамның 3-4-еуі сондай су ысырап қою, су табылмай жүрген адамдар көп деп жазған көбісі. Біз бұл суды тек желге ғана құйып жатқан жоқпыз, мына жан-жағымыздағы қалдарды суғарып отырмыз. Жалғастырайық. Не oldu, қаштың ба? Жоқ. 1, 2, 3. Алақай. Сәл күтсең болмай ма? Достар, соңғы су. Ұтылдым. Тілек айтып қояйын. Ал достар, жобаң ары қарай өз жалғасын таба берсін. Жобаның деңгейі өсе берсін. Танымал адамдар келе берсін, жұлдыздар келе берсін. Сол үшін судан алып қояйық. Алып қояйық. Ол біздің ойынның шарты бойынша жеңілген адамның үстінен бір шелек су құяды. Ол шелектің көлемі 13-14 литр қалады. Бүгінгі бағдарламада жеңген адамның аты-жөнін айтып берсеңіз. Бүгінгі ойынның жеңімпазы Абзал Жанбосынов. Құтты болсын. Ал Абзал, жеңіс құтты болсын. Енді жеңісіңнің құрметіне бір шелек сумен үстіне құйылайын деп тұр. Андай күн ыстықта бірақ өкінбеймін. Бұндай шелектің 3-4 құйылса да. Су тіршіліктің көзі дейді. Бүгінгі тіршіліктің өзі Руслан болып тұр бізде. Ендеше қымбаттастар, жобамыздың ең қызықты сәті 13 литр. 13 литр болады. Басқаш тез құйшы. Құйылатын су. Русланның жазғы демалысы бекер өткен жоқ, достар. Бас жеңге бармасақ та. Самбер. Мына жерге. Күшті. Қорқақ кетпесін. Шынымды айтайын, мен бүгінгі бағдарламада жеңем деп ойлаған жоқпын.
мен негізі жеңем деп ойлап келгенмін. Карталардың бәрін рет-ретінен қойып бірлерін Аралда қалды. Арамдық алға баспайды екен. Аралда өстім ғой аралда. судың жағасы мен деп ойлаймын. Ал құрметті достар, бүгінгі біздің ойынның соңы біздің жеңімпаз тағы да қайталап өтейін, Абзал Жанбосынов. Құтты болсын. Сосын достар, егер де дәл осы видеоны төмендегі хэштег бойынша әркім өзінің инстаграм парақшасын салып, кімнің видеосының қаралымы көп болады, сол біздің келесі ойынның қонағы болады. Ал егер ол біздің қаламызда болмаса, 1000 бірлік менің атыма сыйлыққа. Қымбатты достар, атсалсақ барлықтарымыз бірге. Бұл жоба өте керемет болды. Алдағы уақытта өте керемет қызықтарын көре жататын боламыз. Мынандай жаз мезгілі бітпей жатып, ойнап үлгерейік. Сау болыңыздар.